Қанталапай ойынын ойнатуға келдім. Бұл ойында кім жеңіске жетеді, сол адамға ат басындай алтын беремін. Уа ханием, сіз айтқан тапсырма бойынша әр ауылдан батырлар келіп отыр. Ендеше шақыр. Мен Асухан батыр. Елес батыр. Сұлтан батыр. Мен батырмын. Мен Мақсат батырмын. Мен Ерболат батырмын. Ал батырлар, біздің ауылға қош келдіңіздер. Бүгін біз ханым тапсырмасы бойынша асыл ойыны Қанталапай ойынын ойнайтын боламыз. Енді батырлар, сендерге сұрақ, қазақтың тағы да қандай ұлттық ойындар білесіңдер? Асық, асық, Аха. көкбет, Иә. көкбет, Иә. Аха. крес. Аха, жарайсыңдар батырлар. Батырлар, енді осы Қанталапай ойынын ойнамастан бұрын сендерге мәлімет айтып өтейін. Батырлар, біздің бұрынғы қазақ ата бабаларымыз қой малын көп асыраған. Қой малын асырап, оны сойып, соғым қылып, етін жіліктеп, азықтарын балалары мен немерелеріне беретін болған. Ал батырлар, бүгін біз Қанталапай ойынын ойнаймыз. Бұл Қанталапай ойынын жасы үлкендер де, жасы кішілер де ойнайтын болған. Енді осы ойынның ережесін сендерге айтып өтейін. Балалар, мына қызыл қапта менде асық бар. Бұл асықтың ішінде бір хан асығы бар. Мен сендерге қазір Қанталапай ойын басталды. Алақай деймін да, асыққа мына жерге шашамын. Одан кейін сендер оны жинап аласыңдар. Хан асығы кімге түседі, сол ойынды бастайтын болады. Түсінікті ма? Аха, жарайсыңдар. Енді балалар, мен қазір ойынды бастаған кезде сендер Қанталапай деп асықты жинайтын боласыңдар. Түсінікті ма? Қанеке, енді бастайық. Қанталапай, ойын басталды. Алақай! Жарайсыңдар батырлар. Енді батырлар, хан асығы кімге түсті? Маған. Аха, Ерболат батырға түскен екен. Ендеше ойынды бізде Ерболат батыр бастайтын болады. Бұл ойында әділ әрі жақсы ойнап жетістікке жеткен Ерболат батыр жетістікке жетті. Ерболат батырға ат басындай алтын беремін.